Саламатсыздармы? Химиядан ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау пәні бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы химиялық зерттеу бағыттарын таңдау, алдын ала жазуды және ғылымдарды дайындау, ғылыми жұмыстың композициясы. Осы тақырыптарды қарастырамыз жоспар бойынша. Енді ғылыми зерттеу бағыттарын таңдау тоқталып кетеміз. Ғылыми зерттеудің мақсаты ол негізінде жан-жақтылық, объектісі, үрдісі және құбылыста тыңғылықты зерттеу болып табылады. Оның құрылымын, байланысын және қатынасын ғылымда жетілдірілген принциптермен меңгеру тәсілдері негізінде, сонымен қатар адам үшін қажетті нәтижелер алу және өндіріске тәжірибе кез келген ғылыми зерттеудің объектісі пәніне ие болады. Өздерің білесіздер. Ғылыми зерттеу объектісі ол материалды немесе өзіндік жүйесі болып табылады. Өте қарастырма бағытын таңдау кезінде. Ғылыми зерттеу пәні бұл жүйенің құрылымы, жүйе ішіндегі одан тыс элементтердің бір-біріне әсерінің заңдылықтары, дамуы, әртүрлі қасиеті, сапа және тағы басқа заңдылықтары. Ғылыми зерттеу қоғамдық өндіріспен байланыстығы бойынша және халық шаруашылығы маңыздылығының дәрежесімен тұтас мақсатқа белгіленуімен, қаржыландыру көзімен және зерттеу ұзақтығымен шектеледі. Енді бұл жерде өздерің білесіңдер, ғылыми жұмыстар болмаса, ғылыми зерттеулер жүргізілмесе, бізде экономика да дамымайды және басқа осы көрсеткіштер төмендеп кететін болады. Сондықтан ғылыми зерттеу жұмыстары өте көп ғылымдарда, әртүрлі ғылым саласында жүргізіледі. Әр ғылыми зерттеу жұмысын нақты бір бағытқа жатқызуға болады. Әртүрлі бағыт бар, жаратылыστық бағыт бар, гуманитарлық техникалық бағыт бар, және әртүрлі тағы бағыттары бар. Ғылыми бағыт ғылым немесе ғылыми кешен негізінде түсіндіріледі, яғни зерттеу жүргізілетін төңірегіне байланысты болады. Осыған байланысты біздің техникалық, биологиялық, әлеуметтік, биохимиялық, физикалық, құрылымдық, тарихи және тағы басқа деп ажыратылады. Техникалық бағытта техникалық жылу, динамика төңірегінде зерттеуді, биологиялық бағытта биохимиялық немесе гендік инженерия төңірегінде зерттеуді жатқызуға болады. Химиялық мынау заттар құрылысы, ядролық реакторлар, солардың бәрін осы химия және физикаға жатқызады. Сонымен ғылыми бағыттың негізгі арнайы ғылым немесе арнайы ғылымдар қатары саналады бұл жерде. Енді ғылымның зерттеудің құрылымдық бірлігі болып кешенді мәселелер жерде қарастырылады. Бірде кешенді мәселелерді сол туындайтын тақырыптарды белгілейді, ғылыми міндеттерді ойып анықтайды. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау мақсаты зерттеу әдісін анықтау мен берілген тапсырмаларды шешу қабілеті арқылы оны соны анықтайды. Осы сатыда ғылыми техникалық әдебиетті жинау және таңдау нормативті, техникалық құжат, аналог жайында ақпарат және тақырыпқа қатысты басқа да материалдарды іске асырады. Енді бұл жерде ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі, әдебиетті шолу және де басқалар. Ғылыми зерттеу жұмысының есебі бекітілсе, ғылыми техникалық кеңесте жұмыс жоспары оң болса, және де комиссия бекіткен акт бекітілсе, ғылыми зерттеу жұмысы орындалған және қабылданған деп есептеледі. Әртүрлі жоғары оқу орындарында, мектептерде ғылыми жұмыстар жүргізеді. Бұнда әртүрлі өздерінің принциптері болады ғылыми жұмыстың. Одан кейін бағыттары болады, осы ғылыми жұмыстардың жаңалығында айтып кеттік. Одан кейін сол ғылыми жұмыстар өзі нақты мөлшерде уақытылы белгіледі, сондай финанс жағынан да қарастырылады. Ғылыми техникалық прогресс өнеркәсіптің бір саласында, медицинада, транспортта, байланыста, тұрмыста үлкен өзгертуші күшке айналады дейді. Ғылыми жікте олардың өзара байланысын белгілі принциптер негізінде көрсету, олар зерттейтін материалдың өмірдің объектісімен анықтау. Мысалы, техникалық, табиғаттану, қоғамдық және философиялық ғылымдар бұл жерде жатады осындай. Енді алдын ала жазуды және ғылыми мағлұматтар дайындау. Алдын ала жазу. Біз мынау көбінесе ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде мақалалар жазамыз. Оған алдын ала жаңағы мағлұматтар дайындаймыз. Әртүрлі мағлұматтар дайындалған уақытта сол жерде. Ол жерде деректер жиналады, әдебиеттерге шолу жиналады. Ол жерде эксперименттік түрдегі жаңағы өздерінің істеген жұмыстары сол қорытындылайды. Қазіргі заманғы химия
Ғылыми техникалық ойлау қарастырылады. Өсме процесс толық түсінуге бағытталған бұл жерде. Осылайша қарастырумен келетін қарым қатынас жасау, ол заттың пайда болу кезеңін, дамуын және оның тарихи қолдануын қарастыра отырып мүмкін болады. Бұл жерде мысалы химияда жаңа заттар бізде көбінесе заттармен жұмыс істелмейді, эксперимент заттармен жүргізіледі, соны білу керек. Белгілісі сол жаңа ғылыми нәтижелер мен бұрыннан бар білім зерттеу қарым қатынаста болады. Ғылыми зерттеуде барлығы маңызды бұл жерде. Барлық назарды негізгі немесе басты проблемаларға аударып отырып, бір қарағанда маңыздылығы аз көрінетін жаңа фактілерді анықтау керек. Жиі байқалатын мұндай фактілер маңызды жаңалықтың ашылуының көзі болып табылады. Ғылыми зерттеудің барлық сатысын келесі логикалық схема түрінде қарастыруға болады. Таңдалған тақырыптың өзектілігін ең алдымен алдын ала осыны істеп алу керек. Нақты мақсаттағы тапсырмалар жүктеу, затты анықтау және зерттеу затын білу, зерттеу жүргізудің әдісін таңдап алу, зерттеу процесін суреттеу, зерттеу қорытындысын талқылау, қорытынды дайындау және алған нәтижені бағалау. Енді мына жерде біз қарастырып кетсек, мына схемаға қарайық. Ғылыми жұмысты жүргізудің теориялық принциптеріне не жатады екен? Ғылыми жұмысты ұйымдастыруда белгілі бір тақырып бойынша көмек көрсету, қосымша мағлұматтар беру. Екінші, ғылыми бағыт бойынша зерттеу материалдарын тізбесін жасау және сұрыптау. Жұмыстың өміршеңдігіне мән беріп, ортамен байланысқан көңіл бөлу. Зерттеу кезеңдер бойынша қолданылатын әдіс тәсілдерді анықтау. Бесінші, оқушылық жұмыс барысында және қолданбасы жаңалық шығарманы таңдай білу ескеріледі. Жұмыстың соңында қорытындылау және айтылған әдебиеттер тізіміне көңіл бөледі. Көбінесе бұндайды біз жаңа мақала жазған уақытта, бұл жерде ғылыми жұмыстар жазған уақытта, ғылыми жобалар жасаған уақытта осының бәрін ескеріп отыру керек. Ғылыми мәліметті іздеу, жинақтау және өңдеу. Қалай іздеуге болады? Ғылыми зерттеуді қамтамасыз ететін тапсырмалардың маңызы зор өтеді. Ең озық әдіспен ақпараттарды жинау, іздеу, сақтау, өңдеу және беру өте маңызды. Мынау бірнеше қатарды ерекшелігі болады. Техникалық, инженерлік есептеуіш, техника мен автопоинтердің ақпараттық іздеу жүйесі, программалар, есептеуіш техниканың программаны етумен байланыстыру, шешумен байланысты. Бұл жерде химияда қазір көп ақпараттық жүйелер қолданады. Компьютерде әртүрлі программалар бар химияға бойынша. Сол жерден ізденісті табуға болады. Және үш тілде мағлұматтар өте көп беріледі. Ақпараттық жүйелер, ақпараттық жүйе жасау, қолдану және өңдеу. Осыған байланысты информатика термині пайда болды. Ақпарат пайдаланушы, біз бәріміз ақпарат пайдаланушымыз. Әрбір тұтынушының ақпараттық жүйеге өз сұранысы бар. Әркім өзінің несі, әркім өз бағытында жұмыс істеген уақытта сол сұранысы өздерінің. Және де оның талабы және адамның пікір, бірақ рационалдық түсінік бойынша ақпараттық жүйені тұтынушылар келесі топтарға бөлінетінін қазір қарастырайық. Қандай топтарға? Ақпарат беру тәсіліне байланысты құжаттар береді. Текстік, кітаптар, журналдар, есептер және басқалар, оның барлығы ғаламтордан табуға болады. Графикалық сызбалар, схемалар, диаграммалар, программалар бар. Схема қалай құрастыру, сызбаларды, диаграмманы қалай құрастыру, программалар бар. Аудиовизуалдық, дыбыс жазу, кино және бейнефильмдер, машина оқитын мысал анықтама базасын құрайды. Бастапқы ғылыми зерттеудің тікелей нәтижесін ашушы. Қосымша аналитикалық, синтетикалық және логикалық өңдерден тұрады. Библиография көрсеткіш, бұл жерде әдебиетке шолу жасаған уақытта библиография көрсеткішін жасау керек. Нұсқаулық және журнал тек баспаға жатады бұл жерде. Есеп суреттердің орналасу жүйесіне байланысты көрсеткіштер бұл және пәндік болып бөлінген. Әр мақала жазған уақытта оның соңында қандай әдебиет қолданғаны көрсетіледі. Соны өздерінің бос бойынша соны сөзге әдемілеп жаңа жазып келтіреді. Ғылыми шығармашылық туралы бұл жерде жаңағы айтып кеттік. Ғылыми шығармашылық бізде жобалар бар, мақалалар бар. Жаңағы ғылыми бізде шығармашылық оқушылар, студенттердің жазатын курстық жұмыстары, эсселер, баяндамалар, рефераттар, жаңағы диссертациялар, дипломдар, соның бәрі шығармашылық жатады.
Шығармашылық сөз жалпыға мәлім іздеу, табу, бұрынғы және қоғамдық тәжірибеде болмағанды жасау деген ұғымды білдіреді. Осыған сәйкес оқушылардың танымдық шығармашылық іс-әрекеті де, тәжірибесі де негізінде оған жаңа жасау немесе құрастыру, оқушының жеке тәжірибесі негізінде оған және белгісі білім немесе әдіс, бірақ қоғамдық тәжірибе olduğundan белгілі. Яғни оқушының танымдық іс-әрекетіне шығармашылықтың негізгі критериялар: дербестік, өзін ізденіс және мақсатқа жетудің мүмкін варианттарын таңдау, мақсатқа жету үшін өнімді жасау, дербестік, ізденістік жаңаны жасаудың дәрежесін шығармалықтың деңгейі анықтайды: төмен, орташа және жоғары. Енді бұл жерде әдістер әртүрлі әдістер бар, бірақ көп әдістер бұрыннан қолданып келе жатыр. Сол әдістерді қолданып, жаңа шығармашылық жұмысын жазуға болады. Енді деңгей әртүрлі деңгейде жазады ғой, орташа және төмен болады кейбірінің деңгейі, кейбір өте жоғары деңгейде болады жұмыстар. Шығармашылықтың дамуына жеке адамның ерекшеліктері мен өте маңызды орын алады. Себебі әртүрлі мектепті алсақ болсақ, әртүрлі сыныптарда уже сынып несіне байланысты 7-ші сыныптағы оның ойлау қабілеті басқаша, 11-ші сыныпта басқаша. Сондықтан өзінің шығармашылық жұмыстары да әртүрлі болады. Шығармашылық бар жерде қиял бар. Қиял шығармашылық негізі бар психологиялық құрамы болып табылады. Шығармашылық күнделікті оқу процесі негізінде жүзеге асырылады. Келесі саналы іс-әрекеттің бір түрі оның белсенділігі. Сонымен әрекет дегеніміз түрлі қажеттіліктерді өтеуге байланысты белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған процесті айтамыз біз оны. Шығармашылықтың көлемі әр оқушыда әртүрлі болады. Сондықтан шығармашылық дәрежесін тұрақтандыру мұғалімнің алдында тұрған міндеті еді. Себебі ол оқушының бастапқы деңгейі, түсініктерін, соңғы нәтижелерін салыстырады, ал оның диагностика жүргізуіне мүмкіндік туғызады. Жаңа айтып кеткендей, әртүрлі, біреулер баяндама өте күрделі етіп жасады, біреулер өте тиянақты қылып жасады, біреулер өте жақсы қылып жасады, біреулер төмен дәрежеде жасады. Әр оқушының өзіне қабілетіне байланысты болады. Нәтижелілікте ізденістің құрылымын тоқтап кетейік. Ақиқат жаңа ғылым, білімнің ғылыми ізденісі өзінің заңдылықтары бар, әр өзінің ізденістің заңдылықтары бар. Оны жаңадан бастаған зерттеуші білуі қажет. Заманауи ғылыми-техникалық шығармашылық таным нысанда зерттеудің тарихи бағытына негізделеді. Химия тарихында да көп бізде жаңалықтар ашылған. Соны қарастырып, соларға да бір мәліметтер жазуға болады. Оны әдебиеттік ізденіс деп айтады. Әдетте жаңа ғылыми нәтижелер қарастырылған сұрақ немесе мәселе бойынша алдыңғы кезең зерттеушілердің жинақталған біліміне сүйене жасалады. Негізі барлық мынау алып отырған тақырыптар бойынша мысалы алатын болсақ, заңдар, химиялық заңдар, бұл жерде жұмыстарына Ломоносовтың жұмысына тоқталып кетуіміз керек. Бұл жерде массалық сақтау заңына, соларды қандай анықтама берді, қандай реакциялар арқылы оны біз дәлелдей аламыз. Мұны қабылдамау керексіз шығын, уақыт, қаражатқа әкеп соғады, ал кейде қайталама жаңалық бұрын ұмыт болған ақиқатқа тап болады. Сәтті жұмыстың маңызды шарты диссертацияның, диссертациялардың осы мәселесін шешуде мәселені таңдау, тұрақтылық пен анықтық болып табылады. Ғылыми ортада ғылыми мәселені дұрыс жобалау, шешімнің нәтижелі болғаны тікелей әсер етеді. Диссертация тақырыбын таңдаған ортада ол жерде қарастыру керек. Қазіргі уақытта қандай тақырыптар өте мәселелі болып, өте қажет екенін, мектеп оқу бағдарламасында сондай тақырыптар қарастырылды ма, қарастырылмады, сонда қарап шығу керек болады. Бұл жағдайда барлық ізденушінің қабілеті мен оның ғылыми жетекшінің заманауи көмегіне, ғылыми болжамына және соңғылардың нәтижелеріне тәуелді болады. Бастысы қосымшадан жеке бөліп алу қабілеті, қарастырылған мәселені білу деңгейі, білетін және білмейтін шекарасын көру, диссертация нәтижелі болуы үшін қажетті шарт болып табылады бұл жерде. Бұл қазір диссертацияға тоқтап жатырмыз. Зерттеу әдісінің тану жолы және дұрыс жолды таңдау қате көзқарасты болдырмауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы немесе басқа құбылыстар тануда жетістікке тез қол жеткізуге жағдай жасайды. Қоршаған орта шынайылығын тануда маңызды түсінік ретінде әдістеме, әдіснама тізбегі бола алады. Онда кейінгілердің бұрынғылардың байланыс нәтижесінде
жасалып шығарылады және әдістер нақты зерттеуді өткізу тәсілдерінің байланысы зерттеу әдістемесін құрайды. Әртүрлі бізде тақырыпта оқыған уақытта, мысалы элементтерді оқыған уақытта оларды оқу әдістемесі болады. Топшаларды оқыған уақытта сол жерде әртүрлі өсімді, мысалы оттек топшасын оқыту өзінің әдістемесі, көміртек топшасын оқытуға, галогендер топшасын оқытуға, немесе металлдар оқытуға әдістемесі болады. Бұл өз көзегінде бұлардың байланысы нақты ғылымның әдіснамасы негізінде жатыр. Белгілі болғандай ғылыми танудың әдіснамасы жалпы алғанда бұл ғылыми зерттеу қызметінің тәсілдерін, түрін, принциптерін оқу табылады. Енді ары жалғастырамыз. Ғылыми қызмет бүгінгі таңда өткенге тән математикалық норманың идеологиялық диктатына тәуелсіз. Ғылыми ізденіс әдіснаманың негізгі ақиқатқа, тарихи шындыққа сай қандай ашып болғанымен, немесе жоғары моральдық адами қасиеттер және жалпы адами құндылықтарға қарамастан әлемдік жалпы қабылдаған тәжірибенің объектив критерийі болады. Ғылыми таным жалпы әдіснамасы философтармен жасалғандықтан, оның түсінігі ғылымның барлық салаларына қолайлы болып саналады. Дегенмен қандай да бір ғылым өз мазмұнында өзіндік спецификасы болады. Әр ғылымның, себебі бізде ғылымдар әртүрлі болады. Химия ғылым, экология ғылым, биология ғылым, минералогия ғылым, физикалық ғылым, математикалық ғылым. Бұл спецификаны жаңа бастаушы зерттеуші ғалымдар саласының белгілі еңбектерін зерттеу негізінде пайдалана алады. Бұл жерде ол бұрынғы жұмыстарды қарап шығу керек өзінің ғылыми саласында. Қазіргі таңда ғылыми ортада зерттеудің келесі жалпы әдістер ерекшелей алады. Танудың жалпы логикалық әдістері, эмпирикалық зерттеу әдістері және теориялық зерттеудің әдістері. Танудың жалпы логикалық әдістері жатады. Бұл сараптама, синтез, салыстыру, абстрагирлеу, жалпылау, индукция, дедукция, аналогия және модельдеу. Осының бәрі сол бізде логикалық әдістерге жатады. Сараптама тану әдісі ретінде ойша және тәжірибелік материалды толық затты құраушы белгілер, қасиеттер, қатынастар бөлуге мүмкіндік береді және толық затқа тәуелсіз келесі зерттеулер жүргізіледі бұл жерде. Зерттелетін мәселелердің жағдайын талдауды қарастырайық. Ғылыми әдебиетпен жұмыс, ғылыми әдебиетпен жұмыс жасаған қазір интернет көп, бізде мәліметтер бар, интернетпен де жұмыс жасауға болады және кітапханаларда әдебиетпен жұмыс жасау керек. Жұмыстың бұл кездегі мақсаты оқушылардың бойында тақырып бойынша әдебиет таңдай білуді, библиография тізімді сауатты құра білу қалыптастыруды. Осы жұмысты орындаған кезде келесі тақырыптар ескерілуі керек. Бірінші, библиография тізімде өзіне тән ең кем дегенде 15 түрлі жұмыс болу керек. Олардың қатарында монографиялар, жинақ мақалалар және әртүрлі ғылыми журналдар, диссертация, авторитеттар, арнайы зерттеулер мен басқа да жұмыстар болу керек. Мәселелердің жаңашыл мен көкөстік қағидалары соңғы 3-5 жыл ішіндегі әдебиеттер жиі жұмыс жасауы, ал мәселелердің жан-жақты және кешенді қарастыру қағидалары қазақстандық, ресейлік және әлемдік әдебиеттің жұмыс жасау болжайды. Бұны көріп тұрсыңдар, қандай библиография тізімде қандай қарастыру керек екен. Екінші, тізімге енген барлық жұмыстар алфавиттік тәртіппен орындалу керек. Тақырыпты сипаттау кезінде автордың тегі, аты жөні, жұмыстың аты, шығу мәліметтері, шыққан жері, баспасы, жылы, бет саны көрсетілуі керек берді. Журнал мақалалар сипатталса, онда осы мақалаға жарияланған журнал атауы, шыққан жылы, нөмірі көрсетілуі керек. Жинақ мақалаларын сипаттау кезінде жинақ атауынан кейін оның автордың тегі келтіріледі. Төртінші, дерек көздерін сипаттау үлгілері берді. Ғылыми ізденіс әрқашанда ғылыми білім деңгейін арттыруға жаңа шынайы идеялармен байланысты табиғаттың жаңа заңдылықтарын ашуға бағытталады. Ғылыми әдістер оның ғылыми және танымдық қызмет құрылымда танымдық процесті ұйымдастыру, бұл нақты ғылыми ізденісті қарастыру, мәселелерді құрастыру, гипотезаларды құру, эмпирикалық гипотезаны теориялық және эксперименталды тексеру, қорытындылар және кесі әзірлемеде болжау. Енді жерде бізде химия болғанымен химияды білуге теорияны және эксперименталды түрде тексеру жұмыстарын жүргізген уақытта міндетті түрде соны істеу керек.
қазіргі заман педагогтық зерттеушілік жұмысының мақсатына сай және кәсіби деңгейде болу қажет етіп отыр оның барлығын. Зерттеу жұмысы нәтижелі болу үшін педагог мынандай талаптарды орындауға міндетті. Ең бірінші, ізденіс әрекетінің сипаты, шығармашылық, өнімді екенін, тек ақпарат алуға бағытталмағандығын, керісінше оның мәнін, мағынасын ашуға, оны жасауға өзіне ғана тән тиімді іздестіруге бағытталған. Енді екінші, жалпы ғылыми және пәндік білгірлік, сондай-ақ жалпы мәдени дүниетаным болу керек. Үшінші, тұлғалық шығармашылық әлеуеттің стандартты есеп тәсілдері және шешімдер жасауға қабілеттілік, ерік, жігер және моральдық психология сапаларын, адалдық, табандылық, барынша берік, қызығушылық, сыни қорғыздардың қарауға болуы, ғылыми ізденіс теориялық және практикалық әдіснамасын меңгеру. Енді бұл жерде бізде қарастыратын тағы мәселелер, біздің химиядан мектепте әртүрлі проекттер жасауға болады, жобалар жасауға болады. Оған өте көп мәселелерді қарастыруға болады. Мына кока-коланың зияны мен пайдасы, мысалы, өсімдіктердің нитраттар, ауыр металдардың адам ағзасына әсері және тағы басқалары. Зерттеу тақырыпты таңдау не проблема анықтаудан басталады. Зерттеудің неғұрлым бетті түрде, терең негізделіп және қатаң құрылымдармен түрде жүргізілуі нәтижелі болуына мүмкіндік ашады. Алғашқы қадам пәндік саланы таңдаудан басталады. Ол үшін блоктық тәсіл қолдану тиімді. Бірінші блок байланыс. Тақырып проблема. Жас зерттеушіге даяр тақырыпты ұсыну мүлде дұрыс емес. Зерттеуші бірнеше тақырыптың ішінен өзін және ұжымның қызықтыратын, өзіне жақын тақырыптың бірін таңдауына болады. Яғни ең дұрысы өзін толғандырып, жүрген тақырыпты өзіне ұсынған. Осылай өйткені өзіне тақырыпты нақтылау, түзету, акцент жасау, тұжырымдамаға қайта қарапайымдылық және нақтылау қажет болады. Енді мына жерде оқушыларға ғылыми жоба жарыстарына дайындау барысында ескерілетін мәселелер. Оларды енді ғылыми жоба жасап қызған уақытта оларды айту керек. Бұл жерде осы ғылыми жобаны жібереміз, сол жерде өздерінің конкурсқа қатысасыңдар. Сол мәселелер қандай? Тақырыпты қабілетіне қарай таңдау. Аталған тақырыпта ашудағы шәкірт еңбегінің сипаты қосқан және үлесі. Үшінші, шешендік сақтау, сөйлеу мәнері, ойын ұтымды жағымды жеткізе алу, оның өзін ұстау, аудиторияны тарту, көрнекілік пен ұсынылған материалдың сапалы жұмыстың көрінен безендірілуі болса, жоба жасаған оқушыларға сөйлеуді қарастырып кету керек. Енді соңында ғылыми ізденіс әрқашанда ғылыми білім деңгейін арттыруға және шынайы идеялармен байланысты табиғатын ашуға бағытталады. Осы бөлімде біздің тақырыбымызды осындай елемен яғни. Енді бұл жерде бізде қазеске түсірігімізді әдебиетті қалай қолдану керек екен, қандай әдебиетті библиография қалай құрастыру керек екен, және осы тақырыпты қалай іздену керек екен, ғылыми ізденіс жасаған уақытта қандай жобалар жасау керек екен, соны біз қарастырдық. Рахмет.